Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасаған анық дәмді болып шығатын етсіз асқабақтан жасалған ораманың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып алып, майымызды құйып, тұзымызды салып, суымызды құйып, қамырымызды илеп аламыз. Жақсылап илеп алған қамырларымызды бастырып қойып қоямыз. Қамамызға қажетті заттарымызды жақсылап тұрып жуып алғанымыздан кейін турап аламыз барлықтарын. Асқабақтарымызды осылайша кубиктеп майдалап турап алғанымыздан кейін дәл осылайша етіп сәбізімізді де бірдей етіп турап аламыз барлықтарын. Барлықтарын турап алғаннан кейін картошкаларымызды да дәл осылай етіп турап аламыз. Орамамызға қажетінше барлық жуаларымызды да дәл осылай формада етіп барлықтарын турап дайындап алып аламыз. Мен алдын ала осындай ішімайларымды алып турап алдым барлықтарын. Осылай салып алғанымыздан кейін араластырып алып, үстіне қара бұрышымызды және тұзымызды салып, жақсылап тұрып барлықтарын араластырып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей менің қамырларым жұмсақ әрі әдемі болып шықты. Осыны қамырларымды екі күлшеге бөліп алып, күлшелеп алып, қамырымды жазуға кірісемін. Қамырларымыздың барлықтарын жазып аламыз. Қамырларымыз өте қатты қалың болмау керек. Жұқа болып, әдемі болып, барлық жақтары бірдей болып жайылуы керек. Мінекей қамырларымыз жұқа болып жайылып дайын. Үстіне майымызды жағып, барлық жерлеріне бірдей етіп толық жағылуы керек. Қамырымызға салмамызды барлық жерлеріне бірдей етіп салып аламыз. Шеттерден алып, домалақша қылып барлықтарын орап шығамыз. Мантабаркамыздың астына май жағып 45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің етсіз асқабақтан жасалған орамамыз дайын болып пісіп шықты. Орамамызға үстіне дәмді болуы үшін подливін жасап аламыз. Подливті жуамызды жақсылап тұрып қуырып аламыз. Жақсылап қуырып дайындап алған подливіміз дайын, орамамыздың үстіне салып шығамыз. Кешкі асқа ерекше әрі дәмді болып шығатын орамамыз дайын. Алдағы уақытта менен қандай рецепті күтесіз жаза кетіңіз және каналыма тіркеле өтіңіз.